Сәлем оқырмандар, екі ғана затпен үй жағдайында дәл осындай қызыл ірімшік жасайтын боламыз. Өте оңай болып шығады және де өте пайдалы. Балаларыңыз да сүйіп жейтін болады. Алдымен кастроля немесе қазанымызға сүтімізді құямыз. Одан кейін магазиндегі сүт те жарайды қыздар. Одан соң қайнағаны күтеміз. Қайнап шыққаннан кейін магазиннің болсын, қолдың болсын айранын қосып жібереміз де қайнатамыз. Осындай іртіктер пайда болады. Сөйтіп асты орташадан кішкене төмен отта 2 сағаттай қайнатамыз. Түсі осылай қоңыр түс болып, сары суы бөлек болып шығады қыздар. Осы кезде дәміне қарай қантты қосамыз да, тағы да асты баяу отта тағы 2-3 сағаттай қайнатамыз. Қаншалықты көп қайнатқан сайын қыздар, түсі де соншалықты қоңыр болып келеді. Міне көрдіңіздер ме, осылай күшті болып шығады. Марлымызға болсын, немесе осылай ыдысымызға болсын сүзіп аламыз сары суынан. Одан кейін осылай бір тегіс қылып жайып, бетін тарелкаға жауып, үстіне ауырлау зат қалдырып, бір түнге қалдырамыз. Бір түннен кейін біздің қызыл ірімшіктеріміз дайын болады, бір-біріне жабысып. Осылай күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.